Өмірден мән іздеу. Өз тағдырымның иесі екеніме, өз өмірімді өз қолыма ала алатыныма сенген жоқпын. Бұл әлемге не бере аламын, қандай жолмен жүремін, ол жағы маған беймәлім еді. Шынымды айтқанда, кемтарлықтың еш жақсылығы жоқ екенін бала күнімнен біліп өстім. Алайда мен ешкім ешқашан қолыңды жумадың деп дастарханнан тұрғызып жіберген емес. Саусақты жарақаттап алудың не екенін де білмедім. Дегенмен мұндай артықшылықтар көңілімді мүлде жұбата қоймады. Бауырларым мен немере ағайындарымның әрекеті өзімді аяуға мүмкіндік берген жоқ. Олар менің кемтарлығымды есіркеп жатпайтын, керісінше мені ызаландырып күлкіге айландыратын. Есесіне, ондай қарым-қатынас мені шыдай түсті, әр нәрсені жеңіл қалжың түрінде қабылдауды үйретті. Сауда орталықтарында жүргенде бауырларымның арбадағы мүгедек балаға қараңдар, ол өзге ғаламшарлардан келген деген айқайы айналамыздағы жұрттың назарын бірден маған аударатын. Ыңғайсызданғанымнан ғана күле салатынмын. Ал мен осылай күлкіге айландырып жүрген балаларды менің ең жақын достарым деп кім ойлаған? Өскен сайын туыстарымның мені мүсіркемей шынайы жақсы көргендерін өмірімдегі ең үлкен сый екенін ұғына түстім. Егер жалғыздыққа душар болсаңыз, сізді жақсы көретін адамдардың бар екенін ұмытпаңыз. Құдайдың өзі сізді махаббаттан жаратқан, демек, сіз жалғыз емессіз. Оның махаббаты шексіз және кіршіксіз. Ал сізді сіз жақсы көреді. Жападан жалғыз қайғырып отырсаңыз да, Құдайдың сүйіктісісіз. Жалғыздық пен қайғыру бар болғаны сезім ғана. Нағыз ақиқат сізді жаратқан Құдайдың махаббаты. Жаратушының махаббаты әрдайым жүректе болуға тиіс. Бұл өзіңізді бақытсыз сезінетін кездеріңізде қажет болады. Отбасым маған кейбір кездері қорған бола алмайтын. Мысалы, мектепте мені өзгеше екенім көзге ұрып тұратын. Әкем Құдай қателеспейді дейтін. Алайда кейде бұл сөздің маған еш қатысы жоқ сияқты көрінетін. Құдайым, тым құрығанда бір қол бермедіңіз бе? Соның өзімен ақ тау қопарар едім ғой деп мұңымды шағатынмын. Өміріңізде сіз де талай рет тұрмыстың түпкілікті жақсарғанын сұрап, Құдайға жалбарынған шығарсыз. Тілегеніңіз алдыңыздан шықпаса, оған ренжудің еш қажеті жоқ. Бәрі бірден орындала салмайды. Ұмытпаңыз, Құдай өзіне өзі көмектескенге ғана жәрдем береді. Мақсат мұратыңызға қол жеткізу үшін және өз арманыңызды орындау үшін күрестеріңізді тоқтатпаңыз. Егер дене мүшелерім толық болғанда, ғұмырым да өзгеше қалыптасар еді деп ойлаушы едім. Бірақ маған ең алдымен өзімді тану қажет болды. Өзіңді танып, әкеңнің ұлы болып, Құдай жазған тағдырды көтере алсаң болған екен. Ең бастысы мәселе дене бітімімде емес, өзіме өзім сызған шекараларда екен. Өзіңе берілген мүмкіндікті көрмеу өмірдегі ең үлкен қателік. Егер армандарыңызға жете алмасаңыз, оның себебі басқада емес, өзіңізде. Жауапкершілікті сезініп амал етіңіз. Әуелі өзіңізге сеніңіз, сосын ісіңіздің маңыздылығын түсініңіз. Айналаңыздағы адамдардың мойындауын күтудің еш қажеті жоқ. Ғажайыпты немесе ғажап мүмкіндікті де күтпеңіз. Сіз өзексіз, айналаңызда әлем, өмір бар. Соған сеніп өмір сүріңіз. Балалық шағымда түні бойы Құдайға құлшылық жасап, аяқ-қол сұрайтын едім. Оянғанда қол-аяғым пайда болса ғой деген арманмен жылап жатып ұйықтайтын кететінмін. Өзімді осы күйімде қабылдағым келмейтін. Мектепке барғанда ондағы ортам да мені қабылдамады. Көптеген балалар секілді мен де әлсіз едім. Мұндай жаста балалар өздерін танып, арман қуып талпына бастайды. Маған зәбір көрсеткен балалар қатыгез емес еді. Олар ештеңе түсінбейтін қарапайым балалар болатын. Олар неге қол-аяғың жоқ деп сұрайтын. Мен сыныптастарым секілді болғым келетін. Олар мені сыйлайтын.
кемтарлығым әжуаға себеп болып жатса ренжімейтінмін, қайта күлетінмін. Балаларды күлдіріп ойын алаңдарында да еркін қимылдайтынмын. Жұрттың назарынан шаршаған күндері бұталардың арасында немесе бос сынып бөлмелерінде отыратынмын. Уақытымның көбі үлкендермен өтті. Бәлкім сол болды ма себеп тым ерте есейдім. Мінезім салмақты болды. Содан да болар жанымды жегідей жейтін түрлі ойлардан жүрегім ауыратын. Мені қыздар ешқашан ұнатып қалмайды. Оларды құшақтайтын қолым да жоқ. Егер балаларым болса, мен оларды көтере де алмаймын. Жұмысты қалай істемекпін? Мен кім жұмысқа алады дейсің? Кез келген істе өзіме көмекші қажеттігі туындайды. Көмекшіге мұқтаж жұмысшы кімге керек? Менің проблемам көбіне физикалық тұрғыдан туындағанымен эмоциялық тұрғыдан да шаршаушы едім. Балалық шағымда өте ауыр күйзелістерді бастан кештім. Оған қарамастан жасөспірім кезінде өз болмысымды қабылдап үйрендім. Басқалар мені де мойындай бастады. Кез келген адам баласының өмірінде жалғыздық, түңілу мен торығу сияқты жан ауырту кездер орын алады. Әрқайсымыздың өз проблемамыз бен үрейіміз бар. Бір бала қоңқиған мұрны, енді бірі бұйра шашы үшін мазақ боламын деп алаңдайды. Үлкендер жағы ақшасыз қалудан яки нашар тұрмыс кешуден қорқады. Күмән мен қорқыныш сезімі бәріне таныс. Бәріне бұл анық. Бұл адам өмірінің бір бөлігі. Мұндай сезім қиындыққа қарсы тұрудың орнына жаман ойға беріліп кететіндер үшін ғана аса қауіпті. Бойыңызда керемет талант та терең білім, ыстық махаббат та бар екенін еш күмәнданбаңыз. Сонда ғана сіз өзіңізге Құдайдың берген қасиеті әлі толық танылмаса да өз болмысыңызды қабылдай түсесіз. Сіз осы жолға түскенде басқа адамдар мұны байқап соңыңыздан ереді.